Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2011 жылғы «Мертвенно бледный» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Люси атты қыз кәрі және ауру адамдардың күтушісі болып жұмысқа кірген жүр. Жас қыз отырған аялдамада көптеген жоғалған балаларға іздеу салынған екен. Көп ұзамай Люси іздеген жұмыс беруші де келіп тоқтайды. Жолай мадам Вильсон мен жас қыз арасында әңгіме басталады. Вильсон қызда гетерохромия екендігін түсінеді, яғни қыздың көздері әртүрлі түстес. Мадамның айтуынша, бұл адамда екі жанның болуына байланысты, сонда бір жан бір көзден кіріп, екінші көзден шығып кете алады. Бірақ Люси оның сөздерін қалжың көріп отыр. Осыдан кейін Вильсон ақырындап жас қызды болашақ пациенттермен таныстыра бастайды. Бірінші кезекте Андре оған күнделікті укол қойып тұру керек. Олар ішке кіргенде Андре жас қызды көріп, оны өзінің немересіне ұқсатады. Мадам Вильсон болса, немересінің енді жоқтығын жеткізіп, укол қойғанда тыныш отыруды ескертеді. Мадамға қыздың қалай уколмен ұқыпты жұмыс істейтіні қатты ұнады. Енді олар кететін кезде пациент Люсиден немересінің келіп кетуін өтінеді. Келесі кезекте Матти атты төсек тартып жатқан пациент. Жасы келген әже жүре алмағандықтан төсекті дәреттен тазалап тұру керек. Мадам Вильсон көп ұзамай Люсиді қаланың сыртында тұратын соңғы пациентке алып барады. Үйге келгенде мадам оның көлікте күтуін өтінеді, өйткені жас қызға бұл пациентпен танысуға әлі ерте сияқты. Люси бұл үйде сонда кімдер тұратынын түсінер емес, бірақ көп ұзамай көліктен шығуды шешеді. Ішке кірсе, ғимарат ескіріп кеткен екен. Үйде терезелер жабық болғандықтан үйдің іші қап-қараңғы. Екінші қабатқа көтерілгенде бір бөлменің ішінен кәрі әжені кезіктіреді, ал қасында мадам Вильсон тұр. Мадам оның сонда да ішке кіргеніне ашулы емес, керісінше қыздың батыл күтуші болатынына сенімді. Оның айтуынша, төсекте жатқан Дебро Жизель атты әйел, бұрындары ол би сабағынан беретін мықты мұғалім болған. Мадам бөлмені тазалау үшін Люсиге терезені ашуын өтінеді. Жас қыз көптеген кітаптарды байқайды. Мадам Вильсон болса, оған кез келген кітапты алуға рұқсат береді. Көп ұзамай Люси таңдаған үлкен кітаптан көбелек ұшып шығады. Бұны көрген Вильсонның түрі өзгерсе де, өзін ұстап қалады. Төсектің қасында қан қойылған пакетті Вильсон жаңа пакетпен ауыстыруын өтінуде. Ал Люси болса, жасы келген әйелге не үшін қан қойып жатқанын түсінер емес. Мадамның айтуынша, Дебро өте ауқатты әйел болса керек. Осылай екеуі қалаға қайтып, жолда Люси түсіп қалады. Енді олар ертең қайта кездеспекші. Жолда Вильсон велосипедпен жүрген қызды көріп, одан назарын алмай келеді. Осы кезде Люси кеш болғанын күтуде, өйткені жігіті балықшы болып жұмыс істейді екен. Келе салысымен Уильям балықтарды түсіріп, Люсимен бірге жақын маңдағы барға аттанады. Жас қыз өзінің жұмыс күні жайлы айтуда. Люси жігітіне ескі үйге барғанын және сол үйде үлкен қазына бар екендігін жеткізеді. Уильям болса, сол қазынаны мадам Вильсоннан бұрын тауып көрмекші, бірақ та Люси кәрі әйелді тонауға мүлдем қарсы. Осылай екеуі ұрсып қалады да Люси үйіне қайтып кетеді. Мадам Вильсон жуынатын бөлмеде пакетті қанмен толтыруда. Сөйтсе бұл велосипед мінген қыз болып шықты және бұл пакеттер Дебро Жизель үшін екен. Люсидің әкесі жақын арада үйге жаңа құрбысы көшіп келетінін айтады. Жас қыздың анасы қайтыс болғанына бар жоғы 8 ай өтті, ал әкесінің қалайша тез жаңа әйел тапқанын түсінбей отыр. Әкесінің айтуынша, анасы өзі суицид жасаған және бұл оның өз шешімі. Осыдан кейін Люсиге анасының асылып қалған бейнесі елестеп, қыздың бетінен сипайды. Сол түні Люси жігітіне хабарласып, ақыры үйді бірге тонауды шешті. Уильям өзінің досы Бенді алып шығып, көп ұзамай үшеуі Деброның үйіне аттанады. Үшеуі көлікті орманда қалдырып, ары қарай жаяу бармақшы. Барлық есік терезелер жабық болса да, олар жертөленің ашық тұрған терезесі арқылы ішке кіреді. Олар үйді зерттеп жүргенде, Люси үйге қайтуды ұсынады, бірақ Уильям қазынаны таппайынша қайтатын емес.
Бір кезде үшеуі қорқынышты балалар бөлмесіне тап болады. Енді келесі бөлмеге кірейін десе, есік құлыптаулы екен. Сонда Люсидің есіне Деброның мойнындағы кілт түседі. Олар бөлмеге кіріп, әженің мойнынан кілтті алып, есікті ашып көрмекші, бірақ та кілт құлыпқа келмейтін болды. Бен есікті бұзып ашса, бөлмеде перде жамылған адам мүсінінен басқа ештеңе жоқ. Уильям пердені алса, ол мүсін емес, қыздың мәйіті болып шықты. Осы кезде Люси мадам Вильсон айтқан қазына осы қыз екенін түсінеді. Ашу үстінде Уильям мәйітті ұрып жібергенде үстіңгі қабаттан дауыстар естіледі. Үшеуі үйден шығайын деп жертөлеге барса, ашық тұрған терезелері жабық тұр. Люси жігіттерге Деброның бөлмесінде торсыз терезе бар екендігін айтады. Енді үшеуі әженің бөлмесіне барса, Дебро төсекте жоқ екен. Уильям терезені қанша тарса да ашылатын емес. Осы кезде Бен бөлмеде айнаға қарап тұрған болатын. Айнаға саусағы тигенде Бен басқа бөлмеден пайда болады. Достары оны айқайлап шақыруда, ал Бен болса қайда тап болғанын түсінбей жүр. Айналасына қараса, бөлмеде есік жоқ екен. Бір кезде оған ақ жамылған 3 қыз шабуылдап, жігітті сол жерде өлтірген соң, бөлмеде тек жігіттің қансыраған денесі ғана қалды. Люси ескі суреттерді қарап, әлгі қыздың мәйіті ол Деброның қызы екенін түсінеді, және қыздың есімі Анна болса керек. Люси қайта балалар бөлмесіне барғанда, іштен Дебро пайда болады. Жас қыз онымен бірге үстелге отырып, оған қолын созады. Сол кезде кәрі әже оған өзінің мұғалім кезіндегі естелігін көрсетеді. Дебро дұрыс билемегені үшін Офелия атты қызды класстан қуып шығыпты. Киіну бөлмесінде кішкентай қызға Анна келеді. Сол кезде класс арғы бөлмеден қыздың айқайлаған дауысын естиді. Дебро жүгіріп барса, Анна әлгі қызды жеп отыр екен. Дебро қызына қатты ашулы, өйткені тек бөтен адамдарға ғана шабуылдауға рұқсат етілген болатын. Жас қыз далаға шығып біраз жүрген соң, ол қан құсып сол жерде есінен танады. Қыздың денесі ауаға көтерілгенде, Дебро келіп, оған күн мен түнді шатастырмауды бұйырып, үйге қайта кіргізеді. Осы кезде Уильям біреудің шақырған дауысын естиді. Ақырын коридормен барса, алдында басына жапқыш киген Бен тұр. Бір кезде Бен оған шабуылдап, көп замай Уильям оны қайшымен өлтіреді. Ал Дебро болса қараңғыдан оларды бақылап тұрған болатын. Ол да Уильямға шабуылдап, жігітті сол жерде өлтірмекші. Люси Аннаның бөлмесінде жасырынуда. Бір кезде ол қайта бұрынғы естеліктерді көреді. Дебро қызының қалай билегеніне көңілі толмай тұр. Сонда ол қызды барынша еңкейтіп, ақыры оның омыртқасын сындырған екен. Сол сәтте Анна қуыршақ секілді қозғала бастап, көп замай жас қызға шабуылдайды. Екеуі еденде біраз күресуде, соңында Люси оның терісін тісімен жұлып алады. Осыдан кейін жерге құлаған Анна енді қозғалмастай болды. Күтпеген жерден ішке кірген мадам Вильсон Люсидің ішінен ұрып, оны есінен тандырады. Біраз уақыттан соң есін жиса, үстелде байлаулы жатыр екен, ал қасында мадам Вильсон тұр. Люси оның не істеп жатқанын сұрағанда, мадам жай ғана жұмысын істеп жатқанын айтады. Вильсон да кішкентай кезінде Деброның оқушысы болған, бірақ Дебро барлығын үйден қуып жібергенде, тек Вильсон ғана үйде қалған болып шықты. Мадам Вильсон кішкентайынан мұғалімнің көмекшісі атанады, және Аннаның омыртқасына қозғалыс механизмін орнатуда атсалысқан екен. Бөлмеге кірген Дебро тырнағымен Люсидің ішін кесіп, оған көбелектің баласын тығады. Дәл солай Аннаның мойнына да салмақшы. Осыдан кейін Дебро қызының көзін тіккен соң, Анна мен Люсидің ауыздарына әлгі көбелектер кіреді. Аннаның жаны Люсидің денесінде оянып, есін қайта жинайды. Айнаға қараған Анна қайтадан адам болғанына сенер емес. Мадам Вильсон әуенді қосқанда Дебро қызына билеуді бұйырады, бірақ та Анна оларды тыңдамай, екеуін де сол жерде өлтіреді. Осылай жас қыз Люсидің жаны кірген бұрынғы денесіне барып, қыздың көзін ашуда. Екі қыз Деброның бөлмесіне барып, кілтті алмақшы болғанда, оларға Дебро шабуылдайды. Сонда да екеуі бірігіп оны жеңіп шығады. Енді олар төсекте бірге құшақтасып таң атқанын күтуде. Ал таңертең екеуі бірге шатқалға баруды шешеді.
Сол жерде Люси шатқалдан секіргенде оның денесі желмен аспанға көтеріледі. Анна болса бөтен денеде оны көзбен шығарып салуда. Осымен біздің мертвенно-бледный атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.